Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 2. Астана болашақтың қаласы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, тілдік құралдар арқылы стилін ажыратыңдар. Елорда ару Астана, мадақ етіп жырға қосарлық шынайы тақырып. Сардаланың төрінде әсем қала бой түзеді. Иә, Астанасын жаңғыртқан мемлекеттер баршылық. Алайда бас аяғы 5 жылда жаңа Астанаға қоныс аудару тарихта болмаған жаңалық екен. Біздің ел жаңа ғасырға, жаңа мыңжылдыққа осындай ерлікпен енді. Тәуекел ердің қадамы. Астананы көшіру туралы сөз қозғалғанда бірі сеніп, бірі сенбеген. Алайда алғашқы керуен Ақмолаға бет түзеді. Ақмола атауының өзгеруімен өңірге жаңа леп келді. Астанада зәулім ғимараттар салынды. Сарыарқаға сән кірді. Астана болашақтың қаласы. Ол өнер, білім мен мәдениеттің, ғылымның ордасы. Ол саяси, әлеуметтік, қоғамдық диалог, іскерлік пен озат жетістіктер алаңы. Сәулетті кешендердің келбеті сан алуан, ұлттық ұстаным мен бүгінгі заман өрнектерін астастырған Ақорда, өмір ағашы бәйтерек, Астана арена, спорт кешені мен Хан Шатыр тәуелсіздік сарайы мен Конгресс-холл, барлығы да бір-бірін қайталамайтын туындылар. Атақты тұлғалар мен қайраткерлердің ескерткіштері Астананың сәнін арттыра түседі. Зиялылық пен мәдениеттің рухын асқақтатып тұрған Астана арман мен қиял әлемі. Елбасы, бұл ерке есіл жағасындағы бой көтерген ерекше сәулеттік бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған көп ұлтты және көп дінді халқы бар әсемде мейірлі Астанамыз деген еді. Елін бақытты болашаққа бастаған өз ұлтын шын сүйетін перзент президенттен артық кім тауып айтар? Эссе әлемі оқу құралынан. Мәтін ауызекі сөйлеу стилінде жазылған. Сұрақтарға жауап. Елімізді бүкіл әлемге танытуда Астананың рөлі қандай? Қалай ойлайсыңдар, бұрынғы атауын өзгертудің дұрыс шешім екенін уақыт дәлелдеді ме? Неге Астананы болашақтың қаласы дейміз? Астана өзінің ерекшелігімен жаңа, жас қала болуымен әлем назарын аударуда. Осылайша бүкіл әлем Қазақстанды тани бастады. Екінші, Астананың бұрынғы атауын өзгерткенін дұрыс шешім болғанын уақыт дәлелдеп отыр. Үшінші, Астананы болашақтың қаласы деп атауының себебі, ол болашақта мұнан да көркейіп, дами түседі деген сенімнен туған деп ойлаймын. Әдеби тілдік норма. Неологизмдер негізінен мынадай жолдармен жасалады. Бірінші, сөздік қор мен сөздік құрамдағы түбір сөздерге түрлі жұрнақтарды қосу арқылы, ұшақ, зияткер тағы басқа. Екінші, жалғыз есімдерді жалпы есімге айналдыру арқылы, абайтанушылар, еуропалықтар тағы басқа. Екі сөзді біріктіру арқылы, келіссөз, жолсерік, мұражай, шипажай, мүшелтой, төлқұжат тағы басқа. Төртінші, кейбір неологизмдер сөз тіркесінен де жасалады. Шаруа қожалығы, нарықтық қатынас, шағын кәсіпкерлік тағы басқа. Тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болғалы бері жаңа қолданысқа ие болған сөздер күн санап көбейе түсуде. Мысалы, сынып, ұлан, заңгер, әуежай, жәрдемақы, оралман, зейнетақы, дереккөз тағы басқа. Екінші тапсырма. Неологизм сөздерді қатыстырып, тақырыпқа қатысты 7-8 сөйлем жазыңдар. Неологизм сөздердің жасалу жолдарын түсіндіріңдер. Астана қаласының әуежайында күн сайын бірнеше ұшақ әуеге көтеріліп жатады. Астанаға шетелдік компаниялардың өкілдері келіп, түрлі келіссөздер жүргізіледі. Астанада сауда орталықтары жарнама жасау арқылы өз тауарларын көпшілікке таныстырып отырады. Бейбітшілік сарайында ұлтаралық келісімдерге қол қойылады. Астананың жаңалықтары баспасөздерде жарияланып отырады. Астана саябақтары жазда салқын ауасымен жанға жайлы болып келеді. Мұнда көбіне неологизм сөздер біріккен сөз болып отыр. Әуежайлар, келіссөз, ұлтаралық, баспасөздерде, саябақтар. Үшінші тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Ресми сөздер мен дайын тіркестерді орынды қолданып диалогке қатысыңдар. Егер сәулетші болсаңдар, Астана қаласында қандай ғимарат салар едіңдер? Оқылым мәтіндегі Астана туралы ой толғанысқа қандай пікір қосар едіңдер? Егер мен сәулетші болсам, Астана қаласына ерекше, Дубай қаласындағыдай алып ғимараттар салатын едім. Расында Астана қаласы күн санап көркейіп, сұлуланып келеді. Төртінші тапсырма. Жазылым жұмысы. Емле ережелеріне сүйеніп пунктуациялық қателерді түзетіңдер. Келесі бетте дәл осы мәтіннің пунктуациялық қателері түзетіліп жазылды. Төртінші тапсырма жауабы. Елордамыз менің шығармашылығыма жаңа тыныс, жаңа леп әкелді. Бас қала болғаннан соң ақын ағаларымыз қоныс аударды.
әдеби ортаның жаңа әлемі қалыптаса бастады. Қазақстан Жазушылар одағының филиалы ашылды. Енді бас қаламыз экономиканың ғана орталығы емес, әдебиет мен руханияттың да ордасына айналды. Көптеген жоғарғы оқу орындары бой көтерді. Жан-жақтан таланты тас жаратын жастардың басы жиналды. Қайтадан қыран құстай түлеуіме, ақын болып танылуыма осының әсері тиді. Елордаға жас ақындар көптеп келген соң, бір-бірімізбен шұрқырасып табыстық. Бір өлең жазсақ, соны оқуға асықтық. 5-ші тапсырма. Неологизм сөздерді қолданып, Астананың туған күніне орай құттықтау хат жазыңдар. Менің ең сүйікті қалам Астана. Астана отанымыздың жүрегі өзіңсің. Бүгінде елордамыз күн санап қарыштап дамып келеді. Бейбітшілік пен келісімнің мекені, мәңгілік достықтың символы. Қаламыздың әлем халықтарына мақтанып көрсететін жетістіктері аз емес. Сондықтан да Қазақстанның жүрегі мәңгі соғып, бас қаласы одан әрі гүлдене берсін. Астана күні құтты болсын.